Ал енді мына жерде көпшілік енді мен адамдар сұрап жатыр қайсына кіру керек деп. Негізі любойына кіре берсек болады, иә. Тут Аха, ну Б, Б, Е дегенге кіре берейік. Негізі бәрі бірдей бұның ішінде сұрақтар. аха. Так, 40 сұрақ ашылды. Жауап береміз. Негізі біз емтиханға барған А, кезде былай қатар-қатар жауап беру міндетті емес. Ол мысалы экзамда тастап кете беруге болады. Басқасын бүйтіп баса беруге болады. аха. Енді мынау А, обучающий программа болғаннан кейін бұл жерде жібермесін дейді да. Өйткені бұл жерде жіберетін болса елдер тастап тек оңайын ғана жауап береді да. Сондықтан тастамасын деп мына жерде осылай а. жасаған. Қазақшасына қоя аласыз ба ағай? Иә. Вот қазақшасына қоямыз. Мгм. Мінеки кетті. Ал кеттік. Жол бөлігінде қысқа мерзімді жұмыстарды жүргізу орнына дейін осы белгі қандай қашықтықта орнатылуы мүмкін? Негіз бұл белгіні біз білеміз. Ескерту белгісі қаланың ішінде 50, 100, қаланың сыртында 150, 300 деп айтқанбыз. Бірақ жұмыс жасап жатқан кезде бұлар жақын қоя салуы мүмкін. Ең жақын қоятын бұл Аха, қашықтық мынау 10-15 метр. Соны есте сақтап қояйық. 10-15 метр. аха. А. Так, өйткені ол Аға, мен қайталана өзім қойды. жауап берейін, я? Иә, Аха. келесісін қойайын, ал сіз жауап беріңіз. Көрініп тұр ма? Әне, мен өзім жауап беріп отырайын. Иә, А, бұл жерде только трамвайды жібереміз. кімге жол береді? Қараңыз, смотрите, мына жерде не деп жауап беріп қойыпты? Дұрыс емес дейді. А, Тек жеңіл тек. көлік пен трамвайға дейді. Тұра А, тұрыңыз. бізде оң жақта тұр ғой ол. Иә, Оң ол оң жақта тұр жақта ғой тұр. ақ көлігі. Ол да Иә, басымдығы бар екен ғой. иә, ол жерде де мынау ғой главный. Сондықтан көрдіңіз ба, қате кетіп қалды. Ал, ары қарай кеттік. М. А, бұл тең мағыналы ғой. Мгм. Ал, М. Бұл С жауабы. так, көрсетілген жағдайда бағыт көрсеткіші түрінде жол таңбалы нені білдіреді? Мына жолдың қысқаруында жолақтар санының азаюына байланысты оң жаққа Иә, иә. дұрыс айтасыз. Келесі сұрақ. Төмегі С. Көктайғақ тіркеп сүру рұқсат ете ме? Мынау енді қатты ма, жұмсақ па? Бұл Иілгіш жұмсақ мен тыйым салынады. Иә, иілгіш. иілгішпен дұрыс айтасыз. Иілгішпен, жұмсақпен, Аха, троспен сүруге болмайды. аха. Келесі. Қандай бағыттарда қозғалысқа рұқсат етіледі Тура, дейді. тура. Бұл жерде тура ғана сызық бар ортада, иә? В. Аха. Тура. Ай, А. Ой, А, иә. Мгм. Кейбіреулер ойлайды, мына жерде солға болады ғой дейді, мына стрелканы көріп ше. Солға болмайды, не Аха. себепті? Өйткені мына жер бос. Солай ғой, Иә, иә? иә. Бос болғаннан кейін. Жақында Мгм, маған бір жігіт жазып мгм. жіберіпті, сіз қателесіп қалдыңыз деп. Маған жазып жіберіпті да сөйтіп. Ал кеттік. Так, осы жақта тұратын болса кіруге бола ма дейді. Осы жақта тұратын болса. Болады, иә. Иә, болады. Болады, иә. Мгм. Ары қарай кеттік. Деподан шығып келе жатқан трамвайға қандай көлік жол береді? То есть мынау деподан шығып келеді, Жол иә? ешқайсысы. Ешқайсысы. Ол жұмыс Ага, енді шығып келе жатыр ғой. ага. Ешқайсы жол Басымдыққа бермейді. емес. Иә, дұрыс айтасыз. Любой шығатын жер ол второстепенный, да? Аха. Так, мынау не дейді? Жеңіл көлік қай жаққа жүруге болады дейді мынаған қызылға. Оңға, бұрылуға, тураға. Ой, жоқ. Жаным, тура. Мына осы белгілі, осы реттеушінің несін кішкене қиналам. Мына тұруы Оқу керек. тураға, Негізі тураға. осылай қолы түсіп тұрса, бір жағымен тұрса, оң жақпен немесе сол жағымен тұрса, машина тура жүрсе болады, және оңға жүрсе болады. А енді мына Бұл знакқа жерде қарайтын тек болсақ, солға деп тұр ғой. Аха. знакқа қарайтын болсақ, оңға бұрыла алмаймыз, өйткені мынау Мгм. односторонний, да? Односторонний ғой Иә, жол. иә. Иә, тураға тока, иә. Сондықтан тура болады, иә. Так, тұрғын аймақта жұмыс істеп тұрған қозғалыспен тоқтап тұруға бола ма? Дворда моторды қосып қойып тұруға бола ма? Жоқ, тыйым салынады. Тыйым салынады, иә, дұрыс.
Кім кінәлі осы жол оқиғасында дейді. Мына велосипедпен пешеходный переходтың үстіне жүруге болмайды, білесіз ғой, иә? Иә, болмайды, иә. Болмайды. Ақ Сондықтан көлік, әрине мына жерде енді сондай жағдай болса көліктің жүргізушісін кінәлайды. иә, Өйткені иә. за неосторожность деген ол. А бірақ негізі бұл жерде сұрақта бастапқыда кім кінәлі дейді да. Бұл жерде Аха. велосипед кінәлі ғой, иә? Велосипед те кінәлі. Иә, иә. Енді негізінде екеуін де кінәлі деп айтуға болады. Өйткені мынау енді көріп тұрып тормоз басу керек, бірақ мынау аяқ астынан шығып қалғанға тоқтай алмай қалуы мүмкін. Енді жүргізуші егер тәжірибесі аз болса, ол соғып кетуі мүмкін. Бірақ негізі ақылды жүргізуші бұны келіп тоқтай салады да. Бірақ бұл жерде кім кінәлі десе, біз велосипед деп айтып көрейік. Екеуі де емес па? Көрдіңіз бе, екеуі деп тұр негізі. Иә. Аха. Иә. Өйткені бұл жаяу адам болса, міндетті түрде жүргізуші кінәлі болады дейді. Бірақ велосипед, иә, велосипед екен деп басып кете беруге болмайды ғой, иә? Сондықтан Иә, екеуі иә. де болуы мүмкін. Елді мекендер тыс жерде дейді. Елді мекен тыс жерде болса дұрыс, иә, жауабы. Тыс жерде, иә. Иә, осымен. Аха. Так, следующий. Демалыс кездерін неменеге пайдаланады дейді. Жүргізушінің қалауымен, конечно. С. Иә. Міндетті түрде ұйықтау емес, иә? Иә, өзі біледі. Так, енді осыны айтайық, қайсы дұрыс? А, Б. Дұрыс айтасыз, А, Б, иә? С. С деген жауап бар ма? Жақсы. Мына жерде сипаттамасы. Кері бұрылуға тыйым салмайды дейді. Кері бұрылуға тыйым салмайды. Қайсысы? Тыйым салмайтын. Алты ғой деймін. Алты. Иә, дұрыс И сосын болды. Қараңыз, алты қайда бар? Төрт. мынаумен кері бұрылуға болмайды, міндетті түрде тура. Аха. Мына жерде де сол. Мына жерде Бұл болады. болады, иә, яғни солға бұрылуға болады, значит кері айлануға да болады. Үш пен алты. А. Дұрыс айтасыз, иә. Келесі. Суды, андай шалшық суды басып кеткен кезде жүргізушіге ұсынылатын нәрсе дейді да. Қозғалыс жылдамдығын арттыру, тежегіш басқышын басу, азайту. Мына жерде қозғалтқыш арқылы деген, яғни мысалы механика болса, коробка бар ғой, коробканы Иә. төменге қарай ауыстыру арқылы соны торможение двигателем дейді орысша. Негізі автоматтарда да олай істеуге болады. Жай ғана тормозды басса өзі мотор өзі төмен қарай ауыстырады да, жаңағы коробканы. Соны айтып тұр. Солай арқылы айту керек деп. С. Жүргізушілер тыйым салу сигналы қосылғанда міндетті. Міндетті. Жүргізушінің тыйым салу сигналы қосылғанда міндетті. Қиылысқа өтудің аяқтауға тоқтау сигналын. Сары дұрыс тоқтады. Сары дұрыс тоқтады. Сонда С ғой деймін, иә, С? Жоқ, бұл жерде қызыл жанғанда не істеу керек дейді да. Мына сызықтың алдында тоқтау керек па, или мына сызықтың алдында тоқтау керек па деп жатыр ғой, иә? Қиылыстан өтуді аяқтауға дейді, тоқтамай жүре беру керек дейді да. Қайсысы дұрыс? Сызықтың алдында тоқтаған дұрыс шығар, иә? Тоқтау сызығы деген мынау ғой, стоп сызығы. Соның алдында, иә, сол сары. Сары дұрыс тоқтап тұр ғой негізі. Сары мен қызылда тоқтап тұр ғой енді. Негізі тым алыс тоқтауға болмайды, әрине. Бұған енді ешқандай айыппұл салмайды, бірақ экзамен тапсырғанда былай тоқтасаңыз 5 штрафный балл жазып береді. Былай тоқтау керек. 1 метрден алыс тоқтауға болмайды негізі. Өйткені әркім осылай тоқтаса мына жер созылып кетеді да. Емтиханда сызыққа 1 метр. 1 метр екен қайдан білесіз рульде отырған кезде? Мына айнаңыз бар ғой, айнаңыз, боковой. Айнаңызды қарасаңыз, айнаңызда сызыққа жете бергенде тоқтай қалсаңыз болды.
осылай көрінеді үстімде сызық. Тура айнаның астына келеді да сызық. Рульде отырғанда солай көрінеді көзге. Аха, Сол кезде аха, тоқтай қаласыз. Әйтпесе алыс тоқтап а, қойсыз әйтпесе. Немесе басып аха, кетесіз осы. аха. Келесі сұрақ. Автокөлікті басқару кезінде не болып жатқанын барлығын бақылау қажет дейді. Алдын, артын, оң жағын, сол жағын дейді. Әрине, Иә, айналасындағы, бәріне. айналасындағы. Иә, Д. иә, жауап бердік. Ары қарай кеттік. Жүргізуші көлік құралын алкогольді есірткі және тағы да басқа қолдануға әкеп соғады. Неге әкеп соғады? Есірткі пайдалану, Жеті жылдық, алкоголь пай. 7 жыл мерзімге 15 Иә, тәулік иә, иә, дұрыс. С ғой. Иә, сол, иә. Қазір өзгеріп кеткен заң. 7 жылға правасын алып қояды, және 15 күнге қамап қояды. Мгм. А, Құдай сақтасын. ішпеу керек қой енді, жалпы. Так, осы жолда автомагистралда Тыйым салынады. үйретуге болмайды, дұрыс айтасыз. Так, басып озуға бола ма? Осы жерде полиция тұрса ұстап Иә, алуы мүмкін. 30. Неге Д емес па? Д ғой. Кем Автобустың болса, жылдамдығы 30, В. кем Е, болса е. рұқсат етіледі. Негізі мына жерде сұрақта кішкене болса да қате кетіп қалған, айтайын ба? Мына знакқа әлі жеткен жоқ. Знакқа жеткен жоқ қой. Көрдіңіз ба, Мгм. озып жатқан кезде. Сондықтан жауап рұқсат етіледі деп болу керек негізі. Бірақ егер ол А, знакқа жетсе, онда мынау дұрыс сіздің айтып тұрғаныңыз. Сіздің мгм, айтқаныңыз қойып көрейік, иә? Иә, дұрыс. Негізі бұл жерде чуть-чуть мына знакты өткеннен кейін қою керек еді. мгм, Сұрақты ше. м, Негізі знакқа дейін ол бола беретін еді ол. Озып кете берген. Ал кеттік. м. Бұл билеттерде қателер бар, біз оның бәрін айтып жатырмыз қазір. Ары қарай. Айтпаңыз, көп қателік. Так, Иә, аха. С. Өте алады, иә? Маяк жанса, иә. Мгм. Мгм, Арнайы сигнал, сиренасын қосып. Мгм. мгм. Так, келесі сұрақ. Реакция дегеніміз не? А. Түстім мен, бірақтан А. Мгм. Кеттік ары қарай. Мынаны отырғызуға бола ма адамды? Болады. Иә, өйткені мына знак тұруға Тоқтауға бола ғана. береді. Тоқтауға Мгм, бола береді. тоқтауға. Рұқсат. Мгм. Мгм. Так, не дейді сұрақ? Мына нені айтып тұр дейді мына знак. Осы жолдың несі? Мгм. В. Номері Бағыт. мен бағыты. Жолға Мгм. бағыт беретін нөмірді көрсетеді да осы. М, Осы. мгм. Так, айналдыру әдісі біраз уақытқа қолданады. 40. Бұл айналдыру деген Не не? ол ағай, бұл мен түстім мен, бірақтан. Орысшасында не Бұл не жазған? деп тұр? Не айналдыру керек? Метод закрутки. Закрутка деген не ғой? Қан аққан кезде қан тоқтатып байлап қояды ғой. Закрутка деп тұр ғой. 40 екенін білем әйтеуір. Егер одан артып кетсе жаңа не болады дейді, тромб болып қалады дей ма, қан үйіп қаламыз, сонда бірдеңке ғой, иә. А, Медицина сұрағын мен жақсы білмеймін, сондықтан білем. 40 минут дұрыс. А, Так, жол жүрісіне қатысушылардың қайсысы жол бұзды дей ма, кінәлі? Осы апатқа қайсысы кінәлі? Әрине, артынан соққан кінәлі болып қалады бізде көбінесе. Солай ғой, иә? берші. Ақ Берші. көлік, ақ көлік. Так, ақ машина кінәлі. Ойын бар, айқайлап кетті. Сіздер жақтан ба? Мен мына Ақ. компьютердің іші сигнал беріп жатыр ма десем. Жоқ, менде ғой. Мен сыртта А, жүргем. жеңіл автомобиль жүргізу қандай бағыттарда қозғалыс жалғастыру мүмкін? Так, мынаған қараймыз, иә?
оңға. Мгм. Оңға. Дұрыс екен. Так, не дейді? Бұл жағдайда автокөлік жүргізушісіне қиылысты қай бағытта кесіп өтуге рұқсат? Жаңа оған осындай сұрақ, Тураға. тек тура, иә? Тура. Тіке деп Тек. тіке деп тұр, иә, Иә. сол да дұрыс, иә. Келесі. Жеңіл көлік көрсетілген жерде жолаушы отырғызуға бола ма? Бұл сызық нені білдіреді? Мен Автобус аялдамасы, бұл иә? қатып қалып тұр менікі. А, Иә, Автобус иә. аялдамасы, сондықтан бұл жерге болмайды, иә. Негізі Еуропаның Тыйым ережесінде салынады. мынау болады: автобус жоқ болса бола береді деп айтқан. А бізде енді өзгертіп Мгм. тастаған, 12-ші жылы өзгеріп кеткен бізде заң. Тыйым салынады. Егер тайғақ жолда роль дөңгелегінің күрт бұрылуына, роль дөңгелегі деген рульді айтып тұр, сырғанау пайда болса, жүргізуші не істеу Иә. керек дейді? Рөлді. Қарама қарсыға, сырғанау бағыты дейді. То есть арт жағы оң жаққа қарай тайды Баяу. дейді. Иә. Қай жаққа таяды, сол жаққа бұрамыз рульді. Солай ғой, иә? Сырғу Аха. бағытына баяу бұру дейді, иә. Аха. Осы белгі аталған жүк көліктерінің қайсысына жүруге тыйым салады? Ойысқа түсетін А. салмақ 5 тонна. Мгм. Так, нақты салмақ 12 тонна, екі ойысты, екі А. екеуін. А. А. Иә, дұрыс. Өйткені Нақты 11. иә, Нақты егер салмағы 11 тонна. егер үш ось болса, осы 14-ті үшке бөліп тастаймыз, бірдей қылып, иә. А екі ось Аха. болса, бірдей бөлуге болмайды. Үштен бір бөлігі алдына, Мгм. үштен екі бөлігі артына, сондықтан мына жерде 5 тонна асып кетеді арт жақ. Дұрыс айтасыз. Так, жақсы. Ненің жақындағанын ескертеді? Шлагбауммен жабдықталған екі және одан да көп жабдықталмаған. Одан Жабықталмаған. жаңағы В ғой. Иә, Жабықталмаған. жабдықталмаған. В. Так, жабықталмаған. Жабдықталмаған. Иә, дұрыс айтасыз. Аха. Так. Осы жағдайда автокөлік жүргізушісіне елді мекеннің жолаушы отырғызуға рұқсат па? Қаланың іші ғой. Елді мекенде рұқсат. Елді Болады, мекенде рұқсат. дұрыс. Сіз жап-жақсы біледі екенсіз ғой, тапсыруыңыз керек қой енді. Сол ғой енді. Неғып ондай болып жатқан өзім де түсінбей айттым ғой, кеше түсіндірдім ғой сізге, неғып ондай болып жатқанын білмеймін, бірақ мен деген бәрін тапсырып жатырмын негізі. Сол жерге барғанда мен тапсыра алмай қалып жатырмын ба білмеймін, түсінбеймін өзім де. Психологически қорқып отқан шығарсыз, қорықпаңыз. Дыбыс. Дыбыс. Ә, Белгінің қолдану аймағында басу озу кезінде жүргізуші ескерту сигналының қайсысы қолдануға тыйым салынады? Иә, дұрыс айтасыз. Қаланың ішінде дыбыс Дыбыс. сигнал Дыбыс беруге сигнал. болмайды. Берілген жағдайда көлденең таңбаның екі жүздік сызығын кесіп өтуге бола ма дейді. Бұл қандай Болмайды, полосада рұқсат. Тыйым салынады. тыйым салынады? Дұрыс, иә. Бұл деген реверсивті жолақта. Так, тыныс алу пульс болмаған кезде зардап шегудің алғашқы Бұл көмек. тыйым салынады. Так, тыныс алу кезінде пульс болмаған кезде. Егер пульс болмаса, онда жүрекке массаж жасайды, иә? Так, не Мгм. дейді? Қатты бетке қойыңыз, дереу жаныма жүрек массасын және жасанды тыныс алуды бастаңыз. Осы дұрыс шығар, иә? Қалай ойлайсыз? Екіншісі. Маған бірінші рет келіп тұр бұл сұрақ. Адам есінен танып қалады ғой, пульс жоқ болып қалады. Сол кезде жүректі басамыз ғой үстінен. Аузына 2 рет үрлеп, М, 30 рет. Осы қатты жерге жатқызған дұрыс қой, негізі. Орындыққа жатқызса мгм. жұмсақ қой. Артқа. Арқаға жатқызса Иә. осы дұрыс болу керек. Иә. Так, автокөлік қозғалған кезде жолаушыларды немесе бекітілмеген жүкті артқа жылжу. То есть машина жүрген кезде адамдар арт жаққа не алады ғой, қозғалады резко. Сол кезде не деген сөз бұл? Артқы. Алдыңғы.
Мысалы А үшін ғой деймін, а ғой. күрт үдеуі, иә, дұрыс, иә, күрт үдеуі. Резко газ Аха. басу деген сөз ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Мгм. Келесі. Көлік құралын тоқтатқан жағдайда ішкі істер полиция органының қызметкер оның рұқсатсыз тастап кеткен жағдайда қанша айыппұл төлетеді Бес, дейді. бес семепір, Бес, иә. МРК. А. Дұрыс. Жаттап алыпсыз ғой. Так, дұрыс. Так, қандай көлік құралдарына қызыл сары түсті жарқылдақ қолданады? Е. Так, жұмыстары. Бұларға ешқандай бұларға А, И күзет қызметкерлеріне. Так, біріншісі және үшіншісі. А мен, Е. Дұрыс айтасыз. Так, жеңіл тағы жаңағыдай сұрақ қараңыз. Бірақ бұл жерде енді жеңіл автомобильге деп тұр. Озуға бола ма? Бұл знак жеңіл машинаға Озуға. қатысы жоқ, так, Мгм. Жоқ, осы белгінің жоқ па, қолданбаймын бұны. басып орындауы мүмкін бе? Не дейді? Жеңіл автомобиль жүргізушінің осы белгінің қолдану аймағында басып озу орындауы мүмкін бе? Так, орысшасын қояйықшы. Не дейді? Может ли водитель автомобиля выполнить обгон? Иә, бола береді ғой, бола береді. Өйткені знакқа бұған қатысы жоқ қой. Аха, аха, м, аха. Так, сонымен Негізі не болды? біреуін жаңа Бітіп қалды екен ғой. не- Екі жерде қате айтып аға, шықты. мен деген бәріне дұрыс сұрақ беріп жатырмын, барлығына дұрыс. Соларға деген. Қазір сіз енді 38-іне жауап бердіңіз, көрдіңіз бе? Ол өте жақсы. Иә. Бірақ үнемі осылай жауап болу керек та. Егер бір рет 38, келесі жолы 32, біресе 28 болмайды да ондай. Постоянно сол 37 Ага. үстінде болу керек қой.